Бәріңізге сәлемсіздер, мен Казахский тигр. Подписка және де лайк, Каспийға нөмірге қолдау көрсем десеңіздер, описанияда нөмір тұр, қолдап кетсеңіздер тамаша болады. Ал фильм аты «Этот неловкий момент». Бәрі семьясымен қыздарымен Корсика деген островқа кетіп баратады. Сосын қыздарымыз іш піспай, бірнеше қылайық дейді. Мынау Мари мен Луна деген қыз бос жатпай, жігіттер іздей бастайық дейді осы островтан. Сосын мына жерде Ларан деген әкесі қыз тауып алды, мынаны қараңдар деп қорқыта бастайды, шошыта бастайды, қыздармен ойналан ет. Сосын жан-жағына қарайды, екеуі ойнап, жаңа компьютерді шұқылап жігіттерді іздеуге кірісе бастайды. Мынау екі қыз Луна мен Мари. Луна айтады, маған осындай еркек керек, осындай характеристикалар ұнайды, маған шын жақсы көретін, шын махаббат тапқым келеді дейді. Сен сияқты мен қыдырып жүре бере алмаймын дейді. А Мари болса қыдыра береді, ол оңай қыдырып жүре береді, көрінген жігітпен сондай бір қасиеті бар. Екеуі айтады, сендер клубқа емес қой дейді. Жоқ, клубқа емеспіз деп, мынау қыздар алдап кетіп баратады. Мәз екеуі күліп ойнап, сосын жаңағы Лунаға айтады, сен әкең шыпыстырып жүреді екен. Иә деп, мен білем дейді. Мына жерде көріп отқандай қыздар қыдырып баратыр. Сосын екеуі айтады, сен төсектес тұрған қызына түсіндірдің ба дейді. Жоқ, оның шешесі бар ғой, мен қалай түсіндірем, ол жас қой, әлі 17-те дейді. Луна туралы айтады, мен ондай заттар туралы айта алмаймын дейді. Оны айтып түсіндіру керек, өсту керек, сөйту керек деп жаңағы Антуан, Лоран екеуі әңгімелесе бастайды. Мына жерде клубта екеуі мәз, бәрі қыдырып жүр. Сосын жаңағы шешесі туралы айта бастайды. Мынау Антуан айта бастайды, айырсайын деп жүргенбіз, осындай да жағдай, осылай болмай жатыр, өстіп қаншама жыл бірге тұрып ек деп түсіндіре бастайды. Сосын мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, қыздар мен ұлдар развлекаться етіп, ойнап, қалжыңдасып, уже кішкене градуста бар арасында, уже төмендеп алған. Сосын массындар ма деп жаңа қыздары келеді көрсеткендей, қыздар мас. Сосын бір неге барады, каньонға бәрі, жаңағы не скалолазанияға. Сосын жаңағы Луна, Ларан мен екеуі түсіп атқанда бір-бірін көріп тұр, ната бастайды, жай өтірік төсін көрсеткенде әдейі шешіп тастайды. Бірақ оны байқамағансып әкесі қарайды, неловко болып қалады, біртүрлі болып қалады. Анау әкесі әйелімен сөйлесіп жатыр. Сосын көріп отырсыздар, бәрі бесіп баратыр. Бірақ сосын қыз ұнатып қарайды әкесіне, жаңағы Марин. Қыдырысқа жібересің ба дейді. Неге жібересің дейді. Сосын бір мезетте бұрынғы қызды көріп қалады, Антуанның қыдырып жүрген, осымен қыдырсаш дейді. Сосын жаңағы Антуан өзінің ойын өзгертеді. Жарайды, сен бара бер, бірақ Ларан сендермен барады дейді. Марин әкесін жібереді, сосын үшеуі кетеді жаңағы клубқа бірге. Клубқа барады, бәрі. Сосын қарап отқандай көрсетіп отыр сіздерге. Бәрі Антуан Ларан бір әйелді кездестіріп қалады, әйбәтше кейін. Оны көріп қалады жаңағы Луна. Оны қызғана бастайды, көріп, өзімен өзі қызғанып, лауласып, сезімге беріліп, жаңағы жігіттен бас айналып әкесін аңғара, бір әйелмен билеп жатыр дейді. Сосын жаңағы подругасы түсінбейді, жынды ма, мен әкем дейін езі, билесе билей берсін деп біртүрлі ойлап қарайды. Сен үшін не шаруа бар ода дейді. Билесе билей берсін дейді, өзімен өзі демалып жүр ғой адам дейді. Сосын айтады, мен ауырып тұрмын, бүйтіп тұрмын, сөйтіп тұрмын, кетейікші, пожалуйста, көмектесінші деп анаған айтады. Сосын екеуі барып, жарайды, мен барсам барайын дейді. Сосын маған кішкене ішімдік алып береді, ішеді, екеуі қыдырады. Сосын бір мезетте екеуі билей бастайды, көңіл-күйлері көтеріңкі. Жаңағы Луна мен Ларанның биін көріп отырсыздар. Сосын пляжға кеттікші дейді. Шешіне бастайды, таза шешініп тастайды. Жүрсейші шомылайық дейді. Сосын қуғыз басын айналдырып, немен кіммен төсектес болады, жігітпен, еркекпен бас айналып қалады. Жас қыздың алдында көзін тие алмай, шыдай алмай кетіп, бейшара жігіт түсініп отырып жүр. Екеуі сөйлеседі, қалай болды, кеш қалай өтті дейді. Осылай өтті, нормально дейді. Сосын өзіне жеркеніп, ұялып, не істерін білмей, қыздан қашып жүр жаңағы Лунадан. Бірақ Мари деген ақылды қыз түсініп қойды. Әкесіне сыйлыққа берген шалбарын киіп апты Луна. Оны не болған түсініп қояды. Бәрі Мари. Луна өз білмегенсіп отырады. Сосын айтады. Сосын көріп отырсыздар алдарыңызда. Жаңағы маған көмектесіп жүріңдерші, крем жағуға дейді. Мен не жаға беремін ба, көмектесші дейді. Сосын жаңағы дос енді амалсынан көмектеседі. Сен менің жалыма жоламасашы, жай сондай момент болып қалды дейді арамызда. Не болды енді, кетсеші дейді. Сосын қарап тұрады Мари, қызы басы бәрі ойы әкесімен жаңағы подругасында бәрін қарап анда тұрады. Сен доссың ғой, маған әрдайым көмектесін дейді. Рахмет саған деп екеуі сөйлесіп отқанын көріп отырсыздар. Бір мезетте қызы кетіп баратады түнгі клубқа, мен сені тыңдамаймын деп мінез көрсете бастайды жаңағын біліп. Түнде жаңағы кімнің комнатасына келеді, Антуан Лоран тыныш дейді, үндеме дейді, шыңғырам дейді, қазір кеткізбе, мен осы комнатада қалам дейді. Сосын өзі амалсыздан қалады. Жақсы көрем деп айтпасаң қазір айғайлайым дейді. Екеуін осыны түсіндіре бастайды, мен сені әкені жақсы көремін. Сен не түсінбейсің ба, маған айтпа ондай заттарды деп подругасы айтады. Сосын біреудің аты жүр, сен екеуі не төбелесушіңдер ма, жаңағы қызын саған сөз қайтарады ғой деп анаған айтады. Не болып жатыр сен қызына дейді. Сосын айтып тұр,
Мені түсінбейсіздер ма, мен әкемне жеркенем дейді. Сосын екеуі моментін көріп қалады, аяғын сипалып жабысып отқанын көріп қалады жаңағы Мари деген қызы. Әдейі қыз туралы айта бастайды. Оны естіген Луна ішіне симай қызғанып, жанып, пысып намен ұрса бастайды. Не болды, ол кім деп. Сосын ұрысқап екеуі жылап комнатасына қайтады. Мен махаббатымды ешкім түсінбейді деген Луна. Бәрі көріп тұрсыздар. Мына жерде жаңағы көрсетіп жатқандай әкесінің жанына келеді, әкесіне түсіндіре бастайды. Осындай маған бір жігіт ұнайды дейді. Мен еркекті ұнатамын. Ол сенің жасындағы еркек әке дейді. Оны ұрысып қалады. Не ол? Кім ол соншама? Жынды ма жас қызға қарайтын дейді. Мен сенен жиіркенем деп қызы кетеді жаңағы Ларанға айтып. Антуан ашулы, сосын досына айтады, қызығы ең бір қызығы, сен маған топ берші дейді, қызымның жаңағы үлкен еркекті төсектес болған дейді. Соны айтып береді. Сосын түсіндіре бастайды, не болып жатыр сенімен деп, оқып жатсың ба дейді. Жаңағы соткасын анысаңдаршы қыздың дейді. Соткасын анытса, паролін табылмай, жынданған әкесі паролін табылмай қалады. Екеуін бір жерге жібереді. Андыш біліш, іштіріп жүрші кішкене, айтып берші, біліп ал дейді. Не кім еркек екен, өзі ғой негізі. Сосын сөйлесе бастайды, мен саған қараймаймын, сен 18-ге толам дейді. Жоқ, сен менің досымның қызысың дейді. Сосын екеуі сөйлесе бастайды, не болды, не білдің десе түк білмедім деп айтады. Бұл диджей шығар дейді. Сосын жарайды, диджей ғой дейді. Диджейға барады. Диджей түсіңкілдетіп атады, ұрып атады, бірақ ол диджейдің кінәсі жоқ екен, ол көгілдір екен, ұлдарға қарайды екен бұл диджей. Сосын айтады, не істейміз енді, не сұмдық болды ғой бәлем бәрі. Жарайды, мен қызып кеттім деп кешірші деп досынан сұрайды кешірім жаңағы Антуан Ларанан. Сосын айтады, сен мен жеркеншітсің, сен кетші мен комнатадан дейді, оңбаған дейді, әкесіне айтады. Сосын екеуі охотаға шыққанда айтады шындығын, мен істедім, өйстедім деп, екеуі сүңкілдесіп төбелесе кетеді. Мен саған неге сорлы, не істедім, мен қызым, мен оңбаған деп, досым деп санап едім ғой мен сені дейді. Сосын екеуі мұнайып, біреуі бір жақта, біреуі түннің кезінде келеді. Комнатада екі жақтан өзіне өзі жеркеніп, өзін беттен ұрып, не істерін білмей, сосын таң атканда қыздар келеді. Сосын жаңағы Антуан айтады, бәрі де жақсы, біз сендер тостық дейді. Сонымен досын кешіргендей болды, қызына күліп қарады. Сосын қызы жаңағы еркекке күліп қарайды. Соңында енді өздеріңіз ойлаңыздар, не болғанын білмейміз. Осымен осылай фильм аяқталды. Енді екеуі бірге қалды ма, бірге қалмады ма, енді өздеріңіздің догадкаларыңыз. Ұнаса лайк, подписка, және де менің Каспийма нөміріме описаниеда қолдау көрсетсеңіздер тамаша. Видеомыз көп болсын, ал еліміз тыныш, аман болайық, жақсылықта кездесіп тұрайық. Жақсы, бәріңізге де рахмет.